Жаңа жылдың алдында көңілдеріңізді бір марқайтып отбасыларыңызбен керемет қойылымды тамашалап қайтқыларыңыз келе ма? Онда цирк пен акробатикалық өнерден құралған Смайл шоуы сіздер үшін таптырмас сәт. Смайл шоуы цирк әріптестері Мутурғановтар әулетінің бастамасымен жасалып, клоунда, акробатика, сиқыр және арқанмен жүру элементтерінен құралған цирктік қойылым. Мұраттың айтуы бойынша, Мутурғановтардың күзде ұсынған жаңа бағдарламасы халыққа ұнағаны соншалық, жаңа жылға да осындай қойылым жасауды ұйғарыпты. В сентябре у нас был такой мини-проект «Смайл». Қыркүйек айында біздің Смайл мини жобамыз болды. Бір айға созылса да, адамдар ағылып келіп жатты. Сол кезде Қуыршақтар театрында өнер көрсеткен болатынбыз. Енді кеңірек алаңда алып отырмыз. Балалар да, үлкендер де келгенін қалаймыз. Театрландырылған циркті қойылымның сценарийін Карима Мутурғанова жазған. Жаңа жылда ерекше бір сиқыр мен таңғажайыпқа сеніп, шабыттанып, қойылымның сюжетін бір сәтте жазып шығыпты. Бойжеткен осы жолы барлық сахналық киімдерді де өзі дайындапты. Когда закончился первый смайл, я села. Алғашқы смайл қойылымымыз аяқталғанда ойыма бірде-бір идея келмей қойды. Ал сосын көлікті айдап бара жатқанда бір музыканы құлағым шалып, алдымнан балақайлар өте шыққанда лезде идеялар туа бастады. Осылай сценарий жазылды. Смайл шоуына әртістік қадамдарын жаңадан бастап келе жатқан кішкентай өнерпаздар да қатысады. Жаңа жылдық қойылым оқушылар сарайында 19 желтоқсан мен 10 қаңтар аралығында өтеді. Тартымды әрі көңілді көріністен қапы қалмаңыздар.